Дәл қазір мен сендермен мынандай бір құбылыс туралы сөз қозғалғым келіп отыр. Жақсылық, бақыт, байлық, табыс дәл қазір, бірақ аз мөлшерде, алайда оның құны ретінде ұзаққа созылатын зардап, зиян және кесел. Бұлай қарасаңыз, кредиттің принципіне сай келеді. Дәл қазір, дәл осы сәтте сізге сондай бір иллюзия береді, сондай бір жақсылықтың, табыстың, молшылықтың иллюзиясын береді. Бірақ алайда оның құны ретінде сіз өзіңіздің денсаулығыңызды, өзіңіздің уақытыңызды, өзіңіздің былайша айтқанда өміріңізді оның құны ретінде төлейсіз. Енді көп халықтардың эпостарында бұндай бір принцип орын алады. Мысалы, ойын индустриясында егер Warcraft 3 ойын ойнағандар болса, олар түсінеді. Бір принцип болады, Артес деген. Сол ханзада өзінің халқын жаудан құтқару үшін Frostmourne деген бір сондай проклятый, яғни лағнеттелген, сондай бір жаман нені қылышты алады. Бірақ оған ескертеді, басында оған ескерту болады. Егер сен осы қылышты алсаң, онда сен оның орнына өзіңнің жаныңды бересің дейді, күштің орнына. Және ол осы кішкентай бір қысқа уақытқа созылған бір сондай күштің орнына мәңгілікке өзінің жанын береді. Және ақыр соңында өзінің королін, өзінің әкесін келіп өлтіреді. Немесе мынау Берсерк деген анимені көрген адамдар болса, олар да түсінеді. Бихилит деген тұмар бар, немесе оны божественное яйцо деп айтады. Және ол өзінің армандарыңа жеткізеді, ол өзінің армандарыңа, мақсаттарыңа жетелейді, бірақ оның орнына сен мәңгілік өзінің жаныңды бересің. Осындай принциппенде мынау порнография, мастурбация жүзеге асады. Дәл қазір, дәл осы сәтте саған бір порция ләззат береді, саған сондай бір рахат сезім береді, бірақ көп ұзамай оның әсері байқалады, және ол ұзақ уақытқа созылған сондай бір әлсіздік, сондай жаңағындай бір енжарлық деген нәрселер орын алады. Мынандай бір цитата бар. Енді ол ағылшын тілінен мен оқыдым, бірақ оны сіздерге қазақша айтайын. Әрине порнография қолжетімді, бірақ сен оның құнына өзінің жаныңды бересің дейді. Яғни бұл уже басында айтады ғой, енді бесплатный сыр только в мышеловке. Оның өзінің бір последствиясы, оның өзінің бір ар жағында құны болады, салдары болады. Міне дәл қазір, дәл уақытта, дәл осы сәтте саған бір сондай бір көрініс, ол да бір енді нағыз бір бақыттың өзі емес, ол да бір иллюзия, ол фантом. То есть ол жердегі адамдар, актерлар, ол жердегі болып жатқан процестер, ол жақта болып жатқан сондай жаңа бір көрініс, ол кәдімгідей режиссерлардың, сценаристердің, жаңағыдай гримерлардың продукциясы. Соны біз түсінуіміз керек. Және бұл тек қана бақыттың иллюзиясы, ол жерде ешқандай махаббат жоқ, ол жерде ешқандай сондай бір мейірімділік екі адамның арасында болатын, жаңағы нағыз мысалға өзінің жұбайымен болатын қарым-қатынас, бұл жақта ондай ешқандай тіпті иесі де жоқ. Бұл тек қана имитация. Және де осы сәтте мен сендерге мынандай бір статистиканы келтіргім келіп отыр. Мынау BBC порталынан оқыдым. Зерттеулер жүргізілген, интервьюлар жүргізілген. Сол интервьюда, сұхбатта бір бұрынғы, бывший порноактермен сұхбат айтады. Мынау 80-90 жылдардағы түсірілген порно фильмдермен қазіргі түсірілген 2010-нан былай қарай түсіріліп жатқан порно фильмдерде мынау зорлықтың, насилие, зорлықтың, сондай бір күш көрсетудің, физикалық, жаңағыдай моральды күш көрсетудің, доминацияның деңгейі 88%-ға артты дейді. Бұл не деген сөз? Енді басында ең алғашқы баста порно фильмдердің мақсаты ол
екі адамның ортасындағы бір махаббат деген сияқты сондай бір имитацияны білдіру болатын болса, ал соңғы осы 2010-нан былай қарай ол коммерциялық бағытқа айналып, осындай бір адамдардың аппетитіне қарай, адамдардың тәбетіне қарай сондай бір өзгеріске ұшырады дейді. Сондықтан экранның ар жағында болып жатқан нәрселер, көріністер, олар саған ешқандай бақыт сыйламайды. Керісінше сен сол бір шағын бір-екі секундтық ләззат үшін сен бірнеше уақыт бойы, бірнеше тіпті жылдар бойы соның зардабын шегесің. Сондықтан осы нәрсені түсіну керек. Бұл ешқандай бір бақыт, махаббат емес, бұл тек қана иллюзия, бұл тек қана фантом.